Ананың әйелі ажырасып кетті деген рас па, анау 2 рет күйеуге тиген рас па. Түркістанның вокзалында Ұлан екеуміз Оралға кетіп бара жатқанбыз. Таңға пойыз тоқтайды екен, Ұлан ұйықтап жатты. Мен жерге түсіп бір дәм тұз алып пойызға көтерілейін дегенде бір азамат баса ұрып тұр екен, мен оны байқамағанмын ғой. Ассалаумағалейкум деп амандасып келді да, сосын бастап сұрады. Мәдина Ералиева марқұм қайтыс болған кез болатын. Сол Мәдина өз рөлде болмаған екен ғой, рас па? Аға білмеймін деді. Содан тағы да тұрды да, осы Роза Рымбаева бір бәледі, тағы да Роза Рымбаева туралы бір сұрақ қойды. Аға білмеймін оны деді. Сөйтіп едім, сол кездерде болсын біздің Мұқасанның аяғынан атып кетті деген бір өтірік өсек шыққан кез болады. Мұқасанның аяғынан емес, жамбасына атты ғой, рас па деді. Аға оны естігем жоқ, білмеймін деп еді. Мен сенен адам деп, елдің алдында жүрген, өнердің ортасында, сахнаның төрінде жүрген адам деп жөн сұрап отырсам, бәріне білмеймін деп кеуде керіп, мінекей еститін сол. Танымал болғанның кейбір жаман жері осыдан шығады мінекей.